Azıcık uçuda bölümü sözleri biz bayağı ağlamanında yaşayanlar canı yaşıyor bir masasında bölümü sözleri daima yaşayacak. Jada yapılsa daima mutluluk жүрөбүз. Misal üçün kasa, ki, miskin деген сөздер емені түсіндіре тұрды. Уақыттың өтішіменен бұл сөздердің көп қолданылмай көпістіріп алады қайра жандандыру мақсатында анық шешімінен үшін айтамыз. Мысалы, қапчал деген емені түсіндіріп кен? Асқалы қапчал. Biz hazır kenik de bakmayız da ne de öyle koyuyoruz? Cündü boy kenik koyuyoruz. Cündü boy kenik koyuyoruz. Alemi bunu güzelce bizim nakabalar kanday da azap geldi. Kenik de azap geldi. Keşke. Sayma. Oğuzak bu. Sen bunu okusama gel. Ey biçara, karıptарды biz miskin de пайдасы келді. Анда есе балдар, сіздерге мен бұға чейіндағы көңілгі сөздерді үйден жаттап келгіле дегенмен, ошол бойынша анда ойыныңызды ойнайсыз. Балдар азыр жақта көңілгі сөздер жазылған, бұл жақта сенің атаңа жазылған. Ошол көңілгі сөздер азыр кимдин атына туш келсе, ошол бала жооп берет. Анда ойыныңызды баштадык да. Бешене. Бешене деген сага соңдор айтып коет экен, сен бешене сен маңдайган жазылат экен. Жазылған сөздер түшүнөткенбизде Азамат Сапархан мурапы деген сөзгө кеттик, э? Мурапы курмана сыртосундагы шамдагы жана күтүү деген маанини түшүндүрөт. Азыр сапай дегенди. Сапай деген бул той күнөктөөдө же той алдап адакты күнөктөөгө кийген алтындан жасалган кийим. Туура, Азамат Сапархан. Берен деген сөз келеді. Дегенде манас, карман, батыр деген күчтүү деген мааниде түшүндүрөт. Дагы кошумча? Батыр деген сөз, берен деген сөз бул батыр, тайманбас, жүрөк, мыкты, жакшы деген түшүндүрөт. Жалпысынан келип чыкканда мыкты, кайраттуу деген түшүндүрөт. Батыр деген сөзгө келдик. Кошумча? Ислам диндеги мурда ыйык согуш